Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода өте дәмді, пайдалы және де табиғи компот жасайтын боламыз. Балалар өте сүйіп ішетін болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге кептірілген өрік және де алма қажет болады. Кептірілген өрігімізді жақсылап 2-3 қайтара жуып алатын боламыз. Мұнда менде кептірілген өріктің ішінде сүйегі, яғни дәнегі бар. Сол дәнегі бойынша сала береміз. Өйткені бұл қайнағаннан соң сүзіп алатын боламыз. Жуылған кептірілген өрігімізді қазанымызға саламыз. Алмаларымызды да дәл осылай жақсылап жуып, ішіндегі дәнегін, яғни сүйектерінен тазалап аламыз. Мұндағы алма өте көп деп ойламаңыздар. Мұнда видеода үлкен болып көрінуі мүмкін. Негізінде алмам өте кішкентай. Барлығын жақсылап тазалап қазанымызға салып алдық. Үстіне мұздай суымызды құйып, газымызге қоямыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздар өте әдемі болып қайнап жатыр. Өз қалауларыңызша дәміне қарай шекер, яғни қантымызды салып аламыз. Өз татымына қарай салсаңыздар болады. Осылай жақсылап қайнатып аламыз. Жақсылап қайнап болды. Енді аздап суытуға қойып қоямыз. Суығаннан соң мінекей түсі де өте әдемі болып тұр. Суығаннан соң кептірілген өрігімізді және алмамызды осылай сүзіп алатын боламыз. Барлығын сүзіп алдық. Келесі компотымызды дәл осылай ситоның көмегімен өткізіп аламыз. Ситодан өткіземіз, сонда қалған қалдықтары ситода қалатын болады. Мінекей біздің компотымыз дайын, өте дәмді болып шықты, әрі табиғи. Сіздер де жасап көріңіздер, балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта тағы да видео рецептер салатын боламын. Баршаңызға ас болсын.